Адамдардың барлығы ашуланып, болған оқиғаның барлығын барып сол елдің патшасы Намрудқа барып айтты дейді. Намрудқа барып айтты дейді. Сол кезде Намруд оны шақыртыңдар деп айтты дейді. Ибраһим алейхиссаламды алдына шақыртты дейді Намруд. Шақыртты да сенің Раббың кім деп айтты дейді Ибраһим. Сонда Ибраһим алейхиссалам менің Раббым юхи ва юмит, тірілтеді және өлтіреді деп айтады дейді. Сенің Раббың сондай ма? Мен де тірілте аламын, өлтіре аламын дейді. Ақымақ болсанда, зынданнан 2 адам шығарыңдар деді. 2 адам шығарды да өлімге кесілген. Біреуін мынаны өлтіріңдер да мынаны қоя салыңдар деп айтты дейді. Көрдің бе Ибраһим, мен де өлтірдім, біреуін тірілттім деп айтады дейді. Бұған ақылы жағынан келмегендігінен, нақли жақтан келмегендіктен, ақылы жағынан, ақыл тұрғысынан не істеді Ибраһим алейхиссалам тағы бір мысал келтірді. Менің Раббым деді, күнді шығыстан шығарып батысқа қарай батырады деді. Егер де сен Раббы болатын болсаң, Құдай болатын болсаң, сол батыстан батқан күнді шығар